Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы центнер. Мен өлшеймін және таразыға тартамын. Бүгінгі сабақта масса, центнер өлшем бірліктерін қолданып, өлшеуді меңгересіңдер. Өлшем бірліктерін салыстырып, амалдар орындауды қолданасыңдар. Балалар, алғашқы тапсырманы орындауға дайынсыңдар ма? Ендеше, бірінші суретке қараңдар. Суретте нені көріп отырмыз? Дұрыс айтасыңыз, таразыларды. Үй жануарларын қай таразыға тартуға болатындығын көрсетіңдер. Дәрігер, сатушы, көкөніс қоймасындағы қоймашы қандай таразыны пайдаланады? Үйдегі таразымен өзіңнің салмағыңды анықта. Яғни бірінші, үй жануарларын арнайы торлы таразыға тартады. Екінші, сатушы үстелге қойылатын электронды таразыны пайдаланады. Үшінші, дәрігер сәбилерді медициналық таразыда өлшейді. Төртінші, қоймашы үлкен ауыр заттарды өлшейтін таразыны қолданады. Бесінші, адамның салмағын өлшеуге арналған еден үстілік таразыда болады екен. Ендеше сен бесінші таразымен өзіңнің салмағыңды өлшей аласың. Балалар, сіздер ауыр және жеңіл заттарды өлшейтін таразылармен таныстыңдар. Балалар, келесі тапсырма ауызша орындалады. Суретте нені көріп отырмыз? Дұрыс айтасыңыз, қапты. Бұл қапта не нәрсе болады? Дұрыс айтасыңыз, бидай, күріш, мақта сынды өнімдер болады екен. Балалар, бидай, күріш, мақта өнімдерін центнермен өлшейді. Оларды килограммен өлшеген тиімсіз. Массалары әртүрлі қаптарды 100 килограмм болатындай етіп топтастырыңдар. Егер бір қап 50 килограмм болса, екі қаптың салмағын қосқанда 100 килограмм болады. Егер бір қап 25 килограмм болса, осындай 4 қаптың салмағын қосқанда 100 килограмм болады. Егер бір қап 10 килограмм болса, осындай 10 қаптың салмағын қосқанда 100 килограмм болады екен. Жарайсыңдар, балалар. Сіздер осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдарды орындадыңдар. Балалар, ережені есте сақтаңдар. 1 центнерде 100 килограмм болады. Келесі тапсырма ауызша орындалады. Сызба және санды мәліметтер бойынша есептер құрастырып, оларды шығарамыз. Суретте нені көріп отырмыз? Дұрыс айтасыңыз. Қызанақтың салмағы қанша? Картоптың салмағы қанша? Қысқаша шартын құрып, жазып алыңдар. Қызанақ 1 центнер, картоп 5 центнер. Бізде есеп нені сұрайды? Қызанақ картоптан қанша центнерге кем дейді? Есептің шешуі мен жауабын жазып, келесі көрсетілген есептің шешуі мен өзіңіздің жауабыңызды салыстырыңыздар. 5-тен 1-ді не істейміз? Азайтамыз, яғни 4 шығады. Қызанақ сонда 4 центнерге кем екен. Жарайсыңдар. Сіздер осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдарды орындадыңыздар. Балалар, енді бүгінгі күннің жадын жазып, келесі 4-ші есепті өздерің орындаңдар. Бұл есепте есептің тек теңін шығарасыңыздар. Келесі үйге тапсырманы тыңдаңдар. Дүкенге торқап пен картоп әкелінді. Үйден картопты
қай таразымен тартқан дұрыс екенін біліп келіңдер. Таразының әртүрлі болатынын тексеріңдер. Өз салмағыңды білесің бе? Ересектерден сұрап көріңдер. Әлемдегі алып жануардың бірі пілдің салмағы туралы білесің бе? Оны қандай таразымен өлшейтінін анықтап көріңдер. Осы сұрақтардың жауабын дәптерге жазып, маған жіберіңдер. Балалар, енді сабақты қорытындылайық. Центнер килограмм шамаларының мәнін салыстыра аламын. Олармен амалдар орындауды білемін. Ендеше балалар, бүгінгі біздің математика сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.